Ассалаумағалейкум құрметті жолаушылар, сіздермен бірге мен Айдос. Бүгін біз сол баяғы өзіміздің әдеттегі рубрикамызды жалғастырамыз. Яғни поездар жайлы, поездардың сыртын, жалпы поездардың жағдайын көрсететін өзіміздің әдеттегі рубрикамыз бар, соны жалғастырамыз. Бүгін бізде басты кейіпкер Қызылорда-Семей пойызы, яғни 21-22 пойыз. Пойыз өзі де келе жатыр. Қазір екінші жол бос емес, екінші жолда 42-ші пойыз тұр. Ал 22-ші пойыз бірінші жолға келіп жатыр. Әні өзі де көрініп тұр. Міне вокзал. Қазір сағат 19-дан 54 кетті. Яғни 8-ге, кешкі 8-ге 6 минут қалды. Негізі бұл пойыз жайлы шығарылым қателеспесем болған. Бірақ белгілі бір себептермен ол шығарылым өзіме ұнамады енді. Күн суық болу ол кезде қыстың күні сүрген болатынмын. Құр қарап отпаймыз, арнаға тіркелеміз. 2000 оқырманға сәл ғана қалды. 2000-ға жеткізіп жасайық, Алла разы болсын сіздерден. Міне вагондары көрініп тұр маған. Әп-әдемі ресейлік вагондар. Мына күн что-то шағылысып, что-то ыңғайсыз болып тұр. Т-33А 077. Украиналық вагон. Санағы 2-ден басталып тұр. Вагонда санағы. Мынау ресейлік вагон. Тверлік. Көбісі айтады, бұл Қазақстанда жасалған дейді. Негізі бұлар Тверден алып келінеді Астанаға. Одан кейін Астанадағы заводта бұны өңдейді. Жалпы ішіндегі кейбір керек-жарақтарын, кейбір бөлшектерін Астанаға келіп құрастырады. Негізі вагон Ресейден алып келінеді. Ресейдің Твер деген қаласын білесіздер. Бұрынғы аты Калинин ба, сондай болған. Көріп тұрғандағыңыздай құрам өте әдемі. 8-ші вагон кетіп жатыр. 40 орындық купе вагон. Арнаға тіркелеміз. Тіркелуді не екенін білмесеңіздер айтайын. Подписаться кнопканы басып қойыңыздаршы, болды ғой. Тіркелгендерге Алла разы болсын. Сіздер тіркелген сайын мен мотивация алып, шығарылымдарды бірінен соң бірін шығара берем, жалықпаймын. Бұл шығарылымда негізі оқырманның сұрау бойынша шығарып тұрмын. Келесі шығарылымда да оқырман сұрау бойынша шығарам. Одан кейінгі шығарылымдарда сөйтіп шығарам. Бірақ одан кейінгі шығарылымдар енді өз қалауыммен болуы мүмкін, өйткені жақында саяхат рубрикасы басталуы мүмкін. Яғни пойызбен басқа қалаға бару мүмкін. Құрамында көріп тұрсыздар, ескі вагондар аз екен. Мына вагон ескі екен, ГДР 1985 дейді. Мына вагон 36 орындық, бұл купе вагон. Купе мен плацкарттың қазақшасы мағынасы қандай соны? Өзім біле алмадым. Сосын сұрадым өткенде. Ешкім оны әңгіме қылмады. 36 орындық, мінекей құрам соңы. Құрам соңынан бастайық біз, асықпай. Сіздер арнаға тіркеліп отырыңыздар. Біз бастайық. Ал құрамның соңына және екінші жолға келдік, екінші платформаға. Арнаға тіркелдіңіз деген үміттемін. Жалғастырайық. Қызылорда-Семей 15-ші вагон. Бұл вагон сәл ескілеу екен, ештеңе етпейді. Плацкарт вагон. Мынау 36 орындық купе вагон екен, бұл да ескілеу екен. Терезелерінің барлығы ашық тұр. Бұның себебі түсінікті енді. Күн ыстық болғасын бәрін ашып қояды. Екінші жолда Тұлпар-Тальго пойызы тұр. 42-ші пойыз. Бұл жайлы шығарылым болған. Осы өткенде ғана.
сұрасаңыздар тағы түсіріп беремін. Украиналық вагон деген мынау, мінекей. Построен КВСЗ, Крюковский вагон-строительный завод. Крюков деген Киев қой, короче. Жалғастырамыз. Енді осы пойыздың тоқтайтын барлық станцияларын атап, уақыттарын айта кетейін. Бұл пойыз негізі Қызылордадан басталады, яғни Қызылорда-Семей бағыты. Қызылордадан, яғни жергілікті уақытпен 14-15-те шығады. Яғни ояқтың уақыты бізден 1 сағат кем. Ары қарай көріп тұрсыздар, Майлы Тоғай, Шиелі. Мынау бірінші келу, одан кейін кететін уақыты. Ортадағы тұратын минуты. Жаңақорғанға алыс тұрады екен. Талаптан кейін уақыт мерзімі ауысады, одан кейін Талаптан қарай Нұрсұлтан уақытынан көшеді. Исарық, Түркістан, Арыс, Шымкент, Манкент, Түлкібас, Оранды, Шу, Отар. Одан кейін Алматы 1, Алматы 2 бармайды бұл пойыз. Мына уақыттан мән бермеңіздер. Бұл осыдан бір жарты сағат бұрын жасалған скриншот. Қазіргі уақыт ондай емес. Алматы 1, Жетіген. Қапшағайдың аты неге екенін білмедім. Қапшағайдың аты әлі күнге дейін Қапшағай деп тұр, негізі Қонаев. Матай, Лепсі, Көкшалпын, Ақтоғай, Таңсық, Аягөз, Үшбиік, Жарма, Балықкөл, Жаңғызтөбе, Шар, Көкбұлақ, Жаңасемей және Семей. Осылай барлық станцияларды көрген шығарсыздар деп ойлаймын. Немесе тоқтатып көріңіздер. Билет бағасы мен Қызылордадан қарамадым, мен Түркістаннан Алматыға шейін қарадым. Түркістаннан Алматыға дейін билет бағасы 6100 теңге. Түркістаннан Алматыға аттайтын пойыздардың ішінде ең арзан пойыз осы екен, және ең тез баратын екен. Қарапайым пойыздардың ішінен. Тұлпар тальголардың арасынан, яғни тұлпар тальголардан кейін осы пойыз Алматыға тез барады екен. Түркістаннан қалған бағыттар Алматыға сәл жайырек барады. Басамыз. Келеміз. Біреу Қызылордадан келатыр, біреу Атыраудан келатыр. Екеуі де Алматыға барады, бірақ біреуі Алматы 1-ге, біреуі Алматы 2-ге. Қызылорда, Семей, 10-ші вагон. Шығарылым жалғастырамыз, кеттік. Мінекей, мен қазір сіздерге бір ерекше вагонды айтып берейін. Бұл, яғни осындай, сырты осындай вагондар, украиналық вагондар, бұлар негізінен ең көп кездесетін пойыз. Осы 22-ші пойыз және Өскемен Алматы бағыты және Бәйтерек фирмалық пойызы, яғни Астанада жүрген болатын. Осы 3 пойызда осындай вагондар көп кездеседі. Бұл вагондар өте қолайлы, жайлы, өте жаңа заманауи еуропалық үлгіде жасалған вагон істеп болады. Іші өте керемет. Ішіне бір рет қана кіргем. Өте қолайлы. Ресейлік вагондармен бәсекелестікте болады, бірақ енді бұлар сәл ескілеу болғандықтан, негізі ресейлік вагондардан бәсекелестіктен қалып қояды. Негізі билет алған кезде вагонның нелері көрінбейді, вагонның тек нөмірлері ғана тұрады. Бірақ мына жерден қарап, бұлай нөмірлерін ажыратсаңыздар болады. Негізі бұл құрамның, яғни бұл пойыздың 2 құрамы бар, 2 емес 3 құрамы. Пойыз күнде жүретін болғандықтан бірінен соң бірі Қызылордадан шығады. Айтылмаған не қалды? Мен айтатынды айтып жатырмын, сіздер арнаға тіркеліп отырыңыздар. Бірінші тұлпар тальго жүреді, одан кейін барып бұл жүреді. Қызылорда Семей, мынау 8-ші вагон екен.
Сәтті сапар. Пікір ала... О! Сұхбаттар жүріп барадыр. Екеуінің түстерін қарадыңыздар ма? Екеуі бір егіз сияқты әдемі болып көрініп тұр. Заманауи жаңа Қазақстанның вагондарының келбеті бұл енді. Бұрынғы көк түсті вагондар қазір өте сирек десек те болады. Қазір барлық бағытта дерлік осындай полигонның вагондарының түсімен бірдей вагондар қамтылды. Жалғастырамыз, кеттік. Ал біз құрамның басындамыз. Қазір кішкене минуттан кейін пойыз жүретін болады. Неге мен екінші жолдан жүрдім, яғни екінші платформада мен неге жүрдім? Өйткені бірінші платформада адамдар өте көп, жолаушылар мінеді, түседі, саудаласады. Сол себепті камераны әркім әртүрлі қабылдайды. Біреулер дұрыс түсінбей атады, біреулер түсініп атады. Сол себепті әдейі екінші жолдан жүрдім. Екінші жолда жолаушылар өте аз болды, көрдіңіздер. Түсінесіздер ойдам, негізі ана бетінің вагондарының ешқандай құрамның набасы не, ана басы не вагондарының сырты бір, ешқандай бір өзгеріс жоқ. Вокзал ғимаратын көрем десеңіздер, міне өткен шағымдарда көрсеткен вокзал ғимаратын. Жай ғана адамдар көп болғасын сол жерден түсірдім. Егер сіз Шығыс Қазақстан облысы, яғни Абай облысы, Семей немесе Алматы облысы, Жамбыл облысы, Шымкент қалаларына баратын болсаңыз, Түркістаннан Қызылордадан мысалы осы пойыз кеңес берем. Міне құрамды көріп тұрсыздар. Санаулы ғана вагон, ескі вагон, қалған вагондардың барлығы өте жаңа, әдемі. Билеттерді қарап үлгермедім, бірден өттім набетке. Негізі бағана үйде жатып қараған билеттерді Алматыға. Негізі Түркістаннан Алматыға ең арзан билет осы пойызда екен. Яғни плацкарт вагондар, арзан класс дейікші, арзан класстың вагондары 6100. Ал қымбат класстікі бір 10.000 жобасы. Жоқ, 8.000 қателеспесем. Субар полигонның нелерін қарасам, мен енді алыс күнге қарадым, бір айдан кейінгі күндерге қарадым. Бір айдан кейін, яғни бір ай бұрын ерте қарасаңыздар, билеттер арзан болады. Билеттер әзірге арзандап тұр. Тапшылық жоқ. Алдағы 1-2 күнге ғана жоқ, ал қалған алдағы күндерге, алдағы апталарға, алдағы айларға билет бар. Ойындамаңыздар. Ең бастысы, мінетін пойыздарыңыздың бағасын, жалпы сервисінің, вагондардың сапасын барлығын біліп барыңыздар. Бір жаққа баратын болсаңыздар. Ал ол ақпараттың барлығы менің арнамда бар. Сол себепті арнаға тіркеліп, арнаны қолдап отырыңыздар. Қызықтың бәрі әлі алда өте керемет шығарылымдар күтіп тұр сіздерді. Сол себепті арнаға тіркелеміз. Ештеңеден қорғалып кетпеңіздер. Сіздер ештеңеден қорғалуға міндетті емессіздер. Сіздер тек жақсыны көруге лайықсыздар. Сол себепті тіркелеміз. Барша жолаушыларға, барша көрермендерге жалынды сәлем. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, тірі болыңыздар. Айдос ұлдарыңызды қолдап отырыңыздар. Айдос ұлдарыңыз сіздер үшін бәрін сүрге дайын. Ең қауіпсіз транспорт не десе, әрине темір жол көлігін таңдаңыздар. Темір жол көлігі әлемдегі ең қауіпсіз транспорт түрі. Әрі арзан. Қазақстан темір жолы жасай берсін деп қояйық.